Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қайырлы күн. Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Күннің жадын жазамыз. Сәуірдің 7-сі. Бүгінгі тақырыбымыз отбасы құндылықтары. Мақал мәтелдер және Тынымбай Нұрмағамбетов деген жазушының өмірбаянымен танысатын боламыз. Сабақтың бөлімдері: отбасы құндылықтары деген не? Екінші бөлім мақал мәтелдер. Кітаптағы 122-ші бетте көрсетілген. Үшінші жазушының өмірбаянымен танысу. Кітапты ашамыз 123-ші бетте. Төртінші бөлім үйге тапсырма. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Тақырыпты жазып алайық дәптерімізге. Сәуірдің 7-сі. Тақырып отбасы құндылықтары, мақал мәтелдер және Тынымбай Нұрмағамбетов. Сонымен отбасы құндылықтары деген не? Отбасы құндылығы дегеніміз, отбасы ер азамат пен әйел адамның заңды неке қиып, отау тігуінен құралады. Отбасының басты қазығы, алтын діңгегі, ол әрине бала. Баланың тәрбиелі, жан-жақты болып өсуіне, берекелі, өнегелі, ынтымақты отбасының ықпалы мол. Отбасын құрғанда адам өмірге ұрпақ әкеліп қана қоймай, сонымен бірге оған жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды үйретіп, ата-бабасының салт-дәстүрін бойына сіңіреді. Яғни қазақта сөз бар, оқушылар, отбасы шағын мемлекет дейді. Отбасы құндылығы немен өлшенеді? Яғни отбасындағы аталып өтетін түрлі іс-шаралармен, отбасындағы татулықпен, отбасындағы мейірімділікпен, отбасындағы ынтымақпен өлшенеді екен. Отбасы мүшелері былайша құралады: әке, ана, ата, әже, балалары және тағы басқа туыстар. Қазақ халқы отбасы тәрбиесіне үлкен мән берген. Яғни оқушылар, біздің қазақ атамыз отбасы тәрбиесіне үлкен мән беріп, түрлі мақал мәтелдерді ойлап шығарған екен. Алдымен мақал мәтелдер қайдан пайда болды? Соған тоқталып алайық. Мақал мәтелдер. Мақал ол нақыл сөз. Ол өмірдегі түрлі құбылысты жинақтап, түйіп, ақшамдап беріп, бірін немесе екі тармақтан тұратын, алдыңғы жолдарында пайымдап, соңғы жолдарында қорытынды ой айтатын халықтық бейнелі сөздің бір түрі. Мақал мәтел екеуі екі түрлі екен, оқушылар. Қос сөз болғанымен, бұлар екеуінің әрқайсының мағыналары бар екен. Мақал, яғни оқушылар, мақал дегеніміз ол айтар ойын нақты дәл жеткізіп тұрады. Мақал. Мысалы, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Демек, қарнымыздың тоқ болу үшін, ас ауқатымызды табу үшін еңбек етуімізді меңзеп тұр. Бұл мақалға жатады. Яғни оқушылар, мақалдың ерекшелігі айтар ойын дәл жеткізіп тұрады. Мақал біздің ата-бабаларымыздан ежелден қалыптасып келе жатқан бейнелі сөздің бір түрі. Мақал көптеген ұлттарда кездеседі, халықтарда кездеседі. Мысалға, араб халқында, шығыс халықтарында, өзбек халқында, қырғыз халықтарында мақалдап сөйлегенді жақсы көреді. Солардың ішінде біздің қазақ халқымызда мақалдап сөйлеудің хас шебері болған. Ал мәтел дегеніміз не? Мәтел дегеніміз өзінің негізгі түйіндеуін кесіп айтпайтын, бір-бірімен кереғар шендестіруші жоқ, қорытындысы тұспалды, қысқа да нұсқа айтылатын нақыл сөз. Яғни мәтелдің мақалдан айырмашылығы, мәтел айтар ойын дәл айтпай, тұспалдап жеткізеді. Мысалы, қорыққанға қос көрінер. Яғни оқушылар, бұл жерде қорыққанға қос көрінер дегеніміз, бұл жерде қорыққан адамның көзіне небір нәрселер көрінеді деген мағына. Яғни мәтел бұл жерде дәл айтпай, тек қана қорыққан адамның көзіне, яғни әртүрлі заттар көрінетінін тұспалдап жеткізіп тұр.
Мәтел мағына жағынан мақалға өте жақын болады. Және мәтел көбінесе қара сөзбен айтылады екен. Тіпті кейбір мәтелдер айтылу жағынан мақалға айналып кеткен екен. Жақсы оқушылар, сабағымыздың келесі бөліміне өтеміз. Келесі бөлім. Келесі бөліміне өтпес бұрын, мақал мәтелдердің тақырыптарымен танысып өтейік. Мақал мәтелдер жалпы мынадай тақырыптарда айтылады. Мысалы, табиғат туралы мақалдар, жан-жануарлар туралы мақалдар, достық туралы және татулық туралы мақал мәтелдер көп екен. Енді жазушы өмірбаянымен танысайық. Кітапта 123 бетті ашамыз. Тынымбай Нұрмағамбетов деген кім? Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы 10 маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік ауылында дүниеге келген. 1968 жылы Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институтты бітірген. 1981 жылы Мәскеудегі Горький атындағы әдебиет институты жанындағы жоғары әдеби курсты тәмамдаған. Жазушының ең алғаш жинағы «Қауын иісі» деп аталады екен. Дәптерімізге жазып аламыз. Алғашқы жинағы «Қауын иісі». Одан кейін көптеген жазушы көптеген шығармаларды жазған. Яғни оқушылар, сіздерге тапсырма, жазушының шығармаларын кітаптан қарап, дәптерімізге жазып аламыз. Сонымен оқушылар, дәптерімізге мынадай тапсырма орындаймыз. Бүгінгі тақырыптан қандай тәрбие аламыз? Яғни, бүгін отбасы туралы тақырып өттік. Өздерің кітаптан қарап, қосымша оқып, осы тақырыптан қандай тәрбие аламыз? Мына жерде көрсетілген тақырыптарды таңдап, дәптерге жазып, кейін суретпен маған жеке өзіме жібереміз. Мен тексеріп, сіздерге бағалау жүргіземін. Осыны қарап алыңыздар. Бүгінгі тақырыптан қандай тәрбие аламыз? Жақсы мен жаманды айыра білу, әділдік, адамгершілік, отбасын құрметтеу, шыншылдық, бауырмалдық, кешірімділік. Осылардың қайсысы, яғни бірнешеуі сәйкес келуі мүмкін, соларды жазамыз. Бүгінгі тақырыпқа қайсысы сәйкес келеді? Және де үйге тапсырма оқушылар, менің отбасым және мен деген тақырыбына шағын әңгіме жазамыз. Яғни әңгіменің көлемі 5-6 сөйлемнен тұруы керек. Менің отбасым және мен. Бұл әңгімені суретке түсіріп, маған жеке, тағы да жеке өзіме жібереміз. Бүгінгі тақырыбымыз осы, оқушылар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.